Геометриялық оптикаға байланысты келген бір есепті талдау жасайық. Бізге айтады, егер жинағыш линзаның сызықтық ұлғайтылуы 2/3 болса, онда оның линзадан орналасу қашықтығы, нәрсенің линзадан орналасу қашықтығын табу керек. Яғни біз ұлғайту дегенді графикмен белгілейміз, міне анықтап қойдық. Енді бізге даны табу үшін не істейміз? Бірінші болып ұлғайтудың формуласын жазамыз. Ол бізде кішкентай f бөлінген d деген формуламыз бар. Демек, осы жерден біз кішкентай f-ті анықтайтын болсақ, ұлғайтуды көбейтеміз біз линзаға дейінгі арақашықтыққа. Демек, енді қараңыздар, жинағыш линзаның формуласын жазатын болсақ, кішкентай f көбейтуді бөлеміз, астында d қосу кішкентай f. Мына бір формуланы жазып алдық. Енді біз не істейміз? Осы жерде орындарына қоямыз. Фокус аралық тең болады. Кішкентай f, яғни ол неге тең еді? Ұлғайтылуымен бізде орналасуға дейін, дененің орналасу қашықтығы көбейтісіне тең болады. Және оны көбейтеміз d-ға. Астында d қосу, ұлғайтылу, көбейту арақашықтығы. Осы теңдікті ашатын болсақ, бізде g көбейту d-ның квадраты, астында жақшаның сыртынан d-ны шығарып жіберетін болсақ, d жақша ішінде 1 қосу, ұлғайтылу болады. Демек, d мен d квадрат кетеді, нәтижесінде фокус аралықтың формуласы ұлғайтылу, көбейту арақашықтық бөлеміз 1 қосу, ұлғайтылу. Осы жерден d-ны табатын болсақ, енді қараңыздар, d-ны табатын болсақ, формуламыз фокус аралықты көбейтеміз 1 қосу, ұлғайтуға, оны бөлеміз ұлғайтуға. Енді осыны сандық мәнін анықтап көрейік. d тең болады. Фокус аралықты көбейтеміз жақша ішінде 1 қосу, ұлғайтылу дегеніміз 2 бөлінген 3-ке тең. Және оны бөлеміз 2 бөлінген 3-ке. Сол кезде ұлғайту арақашықтықтың мәні келіп шығады. Фокус аралық көбейту, ортақ бөлгіш 3-тен береміз. Сол кезде 5 бөлінген 3 болады. Астында 2 бөлінген 3 болады. Демек, 3-пен 3 қысқаратын болса, фокус аралық көбейту 5 бөлінген 2 деген мән келіп шығады екен. Ол бізде ондай жауап бар. Яғни 5 бөлінген 2 А нұсқасына сәйкес келеді. Екінші оның формуласы бізде қалай болды ме? Ребетіп тұрып жазып қойып, осы формула қайсысына сәйкес келеді екен? Ол әрине H нұсқасына сәйкес келеді екен. Яғни біз сіздермен осы екі жауаптық келетін есепті талдадық. Сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Жоғалтып алмау үшін өзіңізді сақтап алыңыз және досыңызбен бөлісіп ұмытпаңыздар. Оптика бөлімін толық меңгергіңіз келсе, біздің арнайы онлайн сабағымыз бар. Соған қатысу арқылы өз деңгейлеріңізді қалыптастыруыңызға болады. Келесі түсіндірме видеода жолыққанша.